исламның шарттары болған сияқты иманның да шарттары бар. Сол иманның 6 шартының бірі тағдырға разы болу, яғни тағдырдағы жақсылықта, жамандықта жаратушы Алла Тағаладан келді деп сену. Осы нәрсе иманның шарттарына жатады. Яғни тағдырға разы болуы да ол мұсылман адамның иманның кемелдігін, иманның толықтығын, мұсылманшылығының толықтығын көрсететін бір амал іс-әрекет болып саналады. Тағдырға разы болу. Тағдырға разы болу не нәрсеге әкеледі дейтін болса, бұл негізі психологтар пәленбай мыңдап сатып жатқан курстары бар ғой қазір. Сендерді пәлен болса бақытты боласыңдар, түген болса бақытты боласыңдар, анан істесеңдер бақытты боласыңдар деп ауаны сатып, қаншама деген адамдардың қалтасын қағып жатқан. Осыны ислам тегін ақ түсіндіреді. Және бірақ нәрсеге, өмірде бақытты болудың бірақ нәрсеге байланысты екенін айтады. Осы нәрсені шынымен ұстансаң, шынайы сен бақытты адам болып өмір сүретініңді ислам үйретеді. Тағдырға разы болу деген нәрсе бақытты өмір сүрудің негізгі себебі болып танылады. Тағдырға разы болып өмір сүру бақытты өмір сүрудің негізгі себебі болып табылады. Оны жаңағы аннан іздеп, мұннан іздеп, қалай бақытты болады екенмін, не істегенде бақытты болам деп анаған шашылып, мынаған шашылудың ешқандай қажеті жоқ. Аллаға және ақырет күніне иман келтірген әрбір мұсылман Құдай Тағаланың жазған тағдырына разы болатын болса, ол әлбетте не болады? Бақытты ғұмыр кешеді. Пәленбай мыңға курс сатып алып, түгенбай мыңға курс сатып алып, мен бақытты өмір кешем деп жүру, ол қателік. Енді осы ілгерде өткен ғалымдардың мынандай сөздері бар екен: өмірдің көркемдігі неде деген кезде разылық пен қанағатшылдықта дейді. Разылық пен қанағатшылдықта. Не нәрсеге разылық дейтін болса, Құдай Тағаланың жазған тағдырына басыңа. Қандай тағдыр болмасын, сол Алланың сізге жазғаны деп қабылдай білсеңіз, соны солай қабылдаған уақытта ғана не істейді? Адам бақытты болады. Сол бақытты ғұмырды кеше алады. Яғни Құдай Тағаланың жазған тағдыры маған осы екен деп қабылдаған уақытта ғана. Басқаша ол жаңағы йогаға барып, тағнет, сүтсайға барып, анаған барып, мынаған барып, бақытты іздеп жүрген жандар көп қой, әсіресе әйел адамдар. Пәленбайға барып ұрынып жатады, анаған барып ұрынып жатады, мынаған барып ұрынады. Бірақ та негізгі ислам неде дейді? Тағдырға разы болып өтетін болсаң, бақытты ғұмырдың кілті осы дейді. Өйткені біз мұсылман Аллаға, ақыретке, кітаптарына, пайғамбарларына, періштелеріне, сол сияқты тағдырдағы жақсылық та, жамандық та Құдай Тағаладан деп сенгендіктен, иман келтіргендіктен, өмірімізде болған бақытты сәттерге де, бақытсыз сәттерге де, қиыншылықтарға да менің тағдырым деп қабылдап разы болған уақытта ғана, соны солай қабылдаған уақытта ғана не істейміз? Бақытты ғұмыр кешеміз. Өйткені ол қиыншылық деген мәңгі емес, ол тұрақты емес. Өйткені бұл дүниенің өзі тұрақты дүние емес. Қиыншылық бір күн бар, екінші күні шаттық, қуаныш келеді. Фәинна ма'ал усри юсра деп Алла Тағала Құран кәрімде айтқандай, расында әрбір қиыншылықтан кейін екі еселенген жеңілдік бар дейді. Сол сияқты басыңыздағы қиыншылық ол тұрақты нәрсе емес. Соны қиыншылықты Құдай Тағаланың сынағы деп, соған разы болған күйде қабылдай алған адам ғана сол қиыншылықтан не істейді? Сүрінбеген болып өтеді. Сол сияқты сіздің басыңыздағы шаттық, бақыт, дәулет, мансап, бізге ұнайтын нәрселер, ол да тұрақты емес. Қазақта сөз бар ғой, тақ пен табыттың иесі болмайды дейді. Тақ пен табыттың иесі болмайды деп қандай керемет айтқан.
Өйткені қарап тұрсаңыз, кімдер келіп, кімдер кетпеген дүние бұл. Кімнің астына ауыспаған тақ. Бір күн сізде бар, келесі күн жоқ. Сол себепті де сол жаңағы бақыт та, шаттық та, қиыншылық та не істейді? Адамның басында тұрақты болып тұрмайды. Қаншама деген данышпандар, қаншама деген мықты кісілер, әулиелер, байлар, императорлар, перғауындар, патшалар дүниеден өтті ғой. Дүниеден өтті. Ешқайсысы мәңгі қалған жоқ. Тіпті салихалы болған Сүлейменнің өзі не істеді? Пайғамбар дүниеден өтіп кетті. Қаншама деген осындай кісілер дүниеден өтті. Сол себепті өмірдегі қиыншылық та, шаттық, қуаныш, бақытта тұрақсыз екенін түсініп, солар келген уақытта соны солай қабылдап, яғни бұл менің тағдырымда жазылған екен, Раббым мен осыған разымын деп бойұсынған күйде қабылдаған адам ғана осы емтихандардан сүрінбей өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар ғой, мұсылман адамның күйі, халі қандай керемет дейді. Қандай керемет дейді. Және бұл тек қана мүмин адамға беріледі дейді. Мүмин адамға ғана беріледі дейді. Алла тағала сол мүминнің басына бір шаттық, қуаныш, бақыт, жақсы байлық беріп жатса, ол оған шүкір етеді дейді. Ол оған шүкір етеді, және сол халі оған қайырлы дейді. Қайырлы қай тұрғыдан дейтін болсақ, ақыреттік тұрғыдан. Құдай берген бағына шүкірлік еткен үшін сауабын алады дейді. Жақсылығын алады. Сол сияқты сол мүминнің басына қиыншылық келсе, қайғы келіп жатса, қасірет келіп жатса, таршылыққа тап болып жатса, не істейді дейді? Ол оған сабыр етеді дейді. Сабыр етіп, және ол халі де ол үшін не қайырлы дейді. Ол халі де сол үшін қайырлы. Яғни сол қиыншылыққа сабыр еткендігі үшін Алла тағаланың алдында еселенген әжір сауаптар бар дейді. Тек қана бұл не істейді? Мүминға берілетін күй деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылай ескертіп кетеді. Енді дәреже тұрғысынан келетін болсақ, дәреже тұрғысынан разылық деген сабыр етуден жоғары тұрады. Яғни тағдырға разы болу деген нәрсе сабыр етуден де жоғары тұрады. Демек, тағдырға разы болу мұсылманның рухани кемелдігінің несі болып табылады, көрінісі болып табылады. Ғалымдар айтпақшы, сынаққа сабыр ету уәжіп депті, ал разылық таныту мұстахаб дейді. Жалпы, тағдырға разы болу, сынақ уақытында жүректің тыныштық күйге еніп, налымай, Алла тағаланың жазған қуанышпен қарсы алу болып табылады. Хазіреті Омар Абу Мусаға жазған хатында былай деп жазған ғой, халифалық кезеңінде. Жақсылықтың барлығы разылықта дейді. Бүкіл жақсылық разылықта. Егер шаман келсе, разылықтан. Олай істей алмасаң, сабырлық жаса дейді. Хазірет Омар нені айтып жатыр? Сабыр етуден де бұрын разылық танытуды айтып жатыр. Яғни басыңа келген нәрсеге разы болу, тағдырыңа разы болу қаншалықты маңызды екенін осы сөздерден көруге болады. Лұқман Хаким өзінің ұлына айтқан өсиетінде мен саған дейді, ей балақайым, Алла тағалаға жақындататын, оның ашуынан алыстататын бір амалды үйретейін ба дейді. Сол қандай амал деген кезде Алла тағалаға ешбір нәрсені серік қоспай құлшылық жасау дейді біріншісі. Біріншісі не? Қараңыз. Аллаға жақындатады сізді. Одан кейін Алла тағаланың ашуынан алыстататын амал дейді. Ол қандай амал деп сұрағанда, ең біріншісі серік қоспау. Құлшылығында ешкімді Алла тағаламен қатар Алла тағаланың дәргейіне, деңгейіне ешкімді шығармау, серік қоспау деген. Екіншісі, ұнаса да, ұнамаса да Алла тағаланың сияған жазған тағдырына разы болу дейді. Тағдырға разы болу деген не дейтін болса, қандай амал дейтін болса, дәрежесі қандай дейтін болса, осындай нәрсені айтып жатыр да. Құдай тағаланың ашуынан алыстатады, және Алла тағаланың рахымына, мейіріміне жақындататын амал болып табылады. Көп адамдар енді Алла тағаланың өзіне разы, не разы еместігін білгісі келеді.
Алла тағала құлына разы болуының бір белгісі құлының Алла тағаланың жазған тағдырына разы болу екендігін меңзеп, Құран кәрімде радияллаху анхум ва раду ан, Алла тағала оларға разы болды, олар да Алладан разы болды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде шындығында үлкен сынақта үлкен сауап бар дейді. Кімнің сынағы қаншалықты қиын болса, соған разы болып сабыр ете алған адамның сауабы да соншалықты көп болады дейді. Егер Алла тағалаға адамдарды жақсы көрсе, олар не істейді? Сынақтарға салады дейді. Алла тағала бір адамды жақсы көрсе, міндетті түрде оны сынайды. Сыналмай қалмайды ол адам. Жаңағы аятта келеді, иман келтірдік те құтылдық деп ойлайсыңдар ма дейді. Біз сендік болды, біз құтылдық, бізде бәрі идеальный деп ойлайсыңдар ма дейді. Кейбір жігіттер айтады, мен намаз бастасам бәрі жақсы болып кететін шығар деп ойлайды. Жаңағы жолы болмай жүрген, әсіресе жұмыс таппай жүрген, қиналып, қаржылай жағынан қиналып жүрген жігіттер намаз оқысам бәрі жақсы болып кететін шығар дейді. Бәрі жақсы болып кетпейді ол. Құдай тағала сенің маңдайыңа жазып қойған болса, бай болуды, бай боласың. Маңдайыңда кедей болады деп жазылған болса, кедей боласың. Қанша тырыссаң да. Сол үшін жаңағы құлшылық жасаған уақытта да, мен намаз оқыған уақытта да жағдайым жақсарсын деп оқитын саудагерлер бар ғой, жаңағыдай. Құдай тағаламен салғаласып, жағдайы жақсарғаннан кейін тастап кететін жігіттер. Енді сол Құдай тағала не деп жатыр? Кімді жақсы көрсе, сондай ауыр сынақтарға салады дейді. Енді кімде-кім разылық танытса, оған не істейді? Алла тағала разы болады дейді. Енді кімде-кім ашуын көрсететін болса, Алланың ашуына қалады дейді. Алла тағала бұл өмірде ешкімнің өмірін идеальный болады деп айтқан жоқ. Дұрыс па? Ешкім қолында контракт жоқ қой, менде бәрі жақсы болады деген. Бар ма әлде біреуде? Бұл өмір сынақ. Бұл жаңа ащысы да бар, тәттісі де бар. Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Біз өлім мен өмірді амал тұрғысынан қайсыларының мықты екендеріңді сынау үшін жараттық дейді ғой Алла тағала. Сол сияқты важална ба'дакум ли ба'дин фитнатан атасбирун. Біріңді біріңе сынақ ретінде жараттық. Сабыр ете аласыңдар ма дейді. Жаныңдағы бауырыңның тағдырда сенің осындай бір анадан осындай екі бала туады деп жазып қойған болса, біреу ақ, біреу қара деген сияқты. Біреуінің мінезі жақсы, біреуінікі нашар болса, сол нашар бауырыңның мінезіне сенің тағдырың қою, маңдайыңа жазылған ол бауырыңда. Оған да сабыр ете алу. Ол да не? Құдай тағаланың сынағы. Әрбір іс Алла тағаланың сынағы, тағдыры деп түсінуіміз керек. Енді сол тағдырға разы болған адамдардың бойында қандай сипаттар болу керек дейтін болсақ, ең біріншісі, дүние тұрғысына келген уақытта тағдырға разы шынайы адамдардың сипаттары, бойындағы көрінісі, дүние тұрғысына келген уақытта өзінен төмен адамдарға қарау. Дүние тұрғысына келген кезде мұсылман адам не істеу керек? Білім алу, жақсылық амал жасауда өзінен жоғарыларға қарау керек. Мен анадан көп білем ғой, ол 10 сүре біледі, мен 20 сүре білем ғой деген нәрсе жоқ та. Анау қариға қарау керек та, Абу Насыр сияқты. Мен сондай болам деген сияқты мәселен. Білім тұрғысына келген кезде. Ал дүние тұрғысына келген кезде не істеу керек дейді? Өзінен төмендегілерге қарау керек дейді. Себеп, не себеп дейтін болса, ол нәрсе не істейді? Алла тағаланың тағдырына разылығыңды арттырады дейді. Сенде Құдайға шүкір ішіп жейтін нәрсең бар, үйің бар, киімің бар, қарның тоқ, қарызың жоқ ешкімге. Бірақ саған жетпейді, сен тұрасың да, ойбай, менде анау жоқ, 2 сутка алу керек деген нәрселерді айтасың мысалғашы. Бірақ сен сол тұрғыға келген кезде үйі жоқ адамға қарашы. Квартирадан квартираға көшіп жүрген адамға қара. Сөйтіп Құдайға ренжіп жатасың ғой, жаңа менде анау жоқ, мынау жоқ, анаған жетпейді, мынаған жетпейді деп жатасың мысалы.
Сондай бәрімізге келеді ғой ондай. Келген уақытта не істе? Дүние тұрғысынан өзіңнен төмен адамға қарашы. Сенің үйің бар, Аллаға шүкір. Квартирадан квартираға көшіп жүрген адамдарға қара, бірден не істейсің? Альхамдулилля дейсің. Мен жақсы екенмін ғой, бай екенмін ғой кәдімгі дейсің. 10 жылдан бері бір куртканы ауыстыра алмай жүрген адамға қара, мысалға. Киімін ауыстыра алмай жүрген. Үйінде тамақ таппай отырған адамдар бар. Соған қара. Сол уақытта не істейсің? Аллаға деген, оның тағдырына деген разылығың бірден орнына түседі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұған хадисі дәлел: өздеріңнен төмендегілерге қараңдар, өздеріңнен жоғардағыларға қарамаңдар. Өйткені бұл сендерге Алланың берген нығметтерін асынбауларың үшін дейді. Алла Тағала сан мыңдаған нығметтерді беріп қойды ғой. Егер санайтын болсаңдар, оның санына жете алмайсыңдар дейді Құранда. Алланың нығметтерін санайтын болсаңдар, оның санына әсте жете алмайсыңдар дейді. Сол сан мыңдаған нығметтер, Құдай Тағаланың берген көзі, сөзі, сөйлеуің, мына мұрны иіс сезе алуың, оның өзі кәдімгідей нығмет қой. Тіпті өзіңмен өзің барып, жаңағы әжетханаға барып, қажетіңді өтей алуың, оның өзі үлкен нығмет. Қаншама адамдар әжетін өтей алмайтын адамдар бар, ауруға шалдығып. Сол сияқты көзі көрмейтін кісілер бар. Ал сенде осының бәрі тегін тұр. Құдай Тағала беріп қойған. Сонымен қоса не істейсің? Менде дым жоқ деп жылайсың да, менде дым жоқ деп. Күш берді. Байға да кедейге де сол бір 24 сағат беріледі. Жер бетін ер адамға не істеді? Жайып берді, ризығын ізде деп. Сен отырып алып, менде анау жоқ, мынау жоқ деп жылап отқан ер адамға жараспайтын нәрсе да. Сол себепті жаңағы дүние тұрғысына келген кезде не істе дейді? Өзіңнен төмендеулерге қара дейді. Өйткені ол Құдай Тағаланың берген нәрселерін асынбауларыңа себеп болады. Бізде нәпсіміз семіз ғой. Анау болса, анандай болса екен. Бір этаж үй болса, екі этаж үй болса екен. Бір мәшинеміз болса, екі мәшинеміз болса екен деген нәрсені біздің жаңа арман қиялдарымыз, тойымсызбыз ғой, нәпсіміз жетпейді ғой. Сол себепті осы тұрғыда соларға қараңдар дейді. Тағы да бір хадисінде кімде-кім өзінен байырақ не әдемірек біреуді көрсе, бірден өзінен төменірек біреуге қарауды да ұмытпасын дейді пайғамбарымыз. Кімде-кім өзінен бай, немесе өзінен сымбатты әдемі біреуді көріп, біреу түріне разы емес адамдар бар. Кәдімгідей жаңағы еркектердің өздері неше түрлі пластический операция жасап, Құдай берді ғой саған. Лақад халақнал инсана фи ахсани тақуим. Сені ең әдемі, ең көркем бейнеде, өзі қалаған бейнеде жаратып қойды да, сен бірақ Құдай Тағаланың берген түріне разы емессің, өзгертесің оны. Соны айтып тұр ғой пайғамбарымыз. Өзіңнен әдемірек біреуді көрсең не істе дейді? Өзіңнен төменірек біреуге қарауды ұмытпа дейді да. Осындай нәрсе, құрметті жамағат. Тағдырға разы болу деген нәрсе осы. Одан кейін тағы бір көрінісі, осы жерден басталады да әңгіменің бәрі. Өзгенің жетістігіне көре алмаушылық танытпау дейді. Өзгенің жетістігіне көре алмаушылық танытпау. Осы қиын нәрсе біз, әсіресе біздің қазақта осы. Біреу бір нәрсеге жетіп жатса не істейміз? Бұл кетеді ғой әңгіме деген. Құдай сақтасын. Биткен шығар, ұрлаған шығар, наркотик сатқан шығар деген сияқты, жек қойған шығар деген нәрселер кетеді ғой әңгімелер. Біреу бір Құдай Тағала бақ беріп, дүние беріп, елдің алдына біреу шығып жатса не істейміз? Бастаймыз ғой жаңағыдай нәрсені. Құдай сақтасын. Енді сол өзінің бұл қайдан пайда болады дейміз ғой енді бұндай нәрсе. Бар ғой көре алмаушылық деген. Дұрыс па? Осы бәріміз айтқан шығармыз енді біреу туралы. Анау биткен шығар деп, Құдай Тағала берген кезде. Бірақ осы нәрсе қаяқтан пайда болады дейміз ғой енді. Қайдан пайда болады деп ойлайсыздар өздеріңіз? Көре алмаушылық деген. Бір бауырыңызға бір нәрсе бітті әйтеуір, қолына тиді. Сіз тұрасыз да айтасыз. Бәле, бай адам мынандай еді. Бұлай болып қапты ғой дейсіз ғой енді. Қатты ниет білдірмесеңіз де ақырындап кейде сөзбен шалып қоясыз. Осы нәрсе қайдан пайда болады? Қалай ойлайсыздар? Біреуге көре алмаушылық таныту, біреудің дүниесіне,
біліміне, атағына, абыройына қайдан пайда болады ол? Өзінің тағдырына риза болмаған адамда сол нәрсе болады. Өзіңнің тағдырыңа, Құдай тағала саған маңдайыңа жазған нәрсеге риза емессің ба? Демек сенде автоматты түрде не істейді? Көре алмаушылық деген пайда болады. Автоматты түрде осы өзгелерге көре алмаушылық жасау, оларды күндеу, тағдырға налу сынды нәрселер істер адамның не істейді? Жүрегін қайғыға душар ететін нәрсе ғой. Осындай нәрселер. Біреудің, Алла тағала біреуге берген нәрседе ол үшін өзіне бәлкім хайыр бар, бәлкім шар бар, жаманшылық бар. Өйткені Алла тағала Құранда не дейді? وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Бәлки сендер бір жек көрген нәрседе сендер үшін не бар шығар? Қайыр бар шығар дейді. Сол сияқты وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Сол сияқты жақсы көрген нәрселеріңде сендер үшін жамандық болуы мүмкін дейді. Сендер білмейсіңдер ғой, Алла тағала барлығынан хабардар дейді. Осы нәрсе қиын ғой енді. Өзінің тағдырына разы бола алмаған адам, міне, Құдай тағала маған 24 сағат берді, өзіне құлшылық етуді нәсіп қылды, намаз деген бақытты берді. Альхамдулилля, бала шағамда әйтеуір иманды, намаз оқып жатыр, әйелімді намаз оқып жатыр, ағайын туысым да әйтеуір сондай деп жүрген адам басқа адамның дүниесіне ешқашан көре алмаушылық танытпау керек. Көре алмаушылық таныттың ба, демек сен өз-өзіңе риза емессің деген адам ғой, неполноценный адамсың ғой сен. Өз-өзіңе недовольный адамсың. Сен Құдай берген нәрсеге разы болсайш, осындай дене беріп қойды, түр, әлпет беріп қойды, ақыл, сана берді, дүние, мүлік берді, бала, шаға берді. Айтсаң айта бересің, бітпейтін нығметтер ғой. Соншама нығметтерге разы болмағандықтан сен не істейсің? Басқаның жеткізген нәрсесіне, қол жеткізген нәрсесіне не істейсің? Көре алмаушылық танытасың. Көре алмаушылық қайдан туындайды дейтін болса, өзіңнің тағдырыңа разы болмаудан шығады. Жер бетіндегі жалпы жаратылыстың тарихындағы ең әуелгі күнә қандай күнә? Жаратылыс тарихындағы. Біз тәкаппарлық деп айтамыз. Жоқ, тәкаппарлық емес. Ең бірінші күнә не? Көре алмаушылық. Ібліс не істеді? Адамды көре алмады ғой, дұрыс па? Көре алмағандықтан оған сәжде жасамады, тәкаппарланды. Сол сияқты жер бетіндегі ең әуелгі күнә не дейтін болса, қандай күнә? Ол да көре алмаушылық. Адам алейхиссаламның екі ұлы жаңағы біреуін көре алмай не істеді? Өлтіріп қойды. Неден бастады? Көре алмаудан бастады. Енді көре алмау не дейтін болса, тағдырға разы болмаудан. Міне корень проблемы қай жерде дейтін болса. Сіздің жүрегіңізде көре алмаушылық бар ма бір бауырыңызға? Демек сен өз-өзіңе разы емессің деген сөз да. Сен мына жүрген тұрғаныңа разы емессің, Құдай беріп қойған нәрсеңе. Сен жаңағы ойбай Алланың жазғанына разымын, мен тағдырға иман келтіргенмін дейсің ғой. Тағдырға иман келтірсең, осылай шынайы иман келтірді. Бүкіл нәрсе жақсылық келсе де, жамандық келсе де не? Алла, Раббым, бұл сеннен ғой деген күйде қабылда, болды. Проблема жоқ. Сосын сен анау президент болып кете ме, ешкімге басын ауыртпайтын боласың. Өз тағдыры Құдай берген нәрсе. Берсе бағым беріпті, альхамдулилля дейсің де отырасың. Сол сияқты жаңағы адамды Алла тағала жаратқан кезде шайтан не істеді? Оны көре алмады. Көре алмағандықтан тәкаппарланды. Сәждеге бас ұрмады. Біз жаңағы тәкаппарлық деген сыртқы формасын көреміз ғой. Мысалға жер бетіндегі ең әуелгі күнә адам өлтіру деп айтады. Ол сыртқы формасы ғой, өлтіру. Әуелгі күнә. Бірақ сол өлтіруге не себеп болды дейтін болсаң, көре алмаушылық қой, ішкі нәрсе. Ол көрінбейді ол көзге. Бірақ бұл жүректің әңгімесі, ішкі состояние. Осы іштен не істейді? Осындай нәрселер туындап шыға береді. Сол жаңа Абыл мен Қабылдың әңгімесінде де сол ғой, біреуінің құрбандығын Алла тағала қабыл етті. Ол не істеді? Құдай тағаланың жазған тағдырына разы болмады да бауырын өлтірді. Сол себепті Алла тағаланың жазған нәрсесіне разы болу, тағдырына разы болу үлкен өте маңызды нәрсе. Егер сол разылықта өмір сүре алмайтын болсаң,
онда көрінгенді көре алмай сөйтіп өмірің өтіп кетеді. Түбі не дейтін болса, өз-өзіңді құлдыратып, қиратып тастайсың да ішіңнен. Құдай өзі жазған адам біреуді батыр болады деп жазса, ол адам батыр болады. Біреуді бай бақуатты болады деп жазса, ол адам сондай болады. Орыстар айтады, талант не пропьешь дейді ғой. Ол қанша алкаш болып кетсе де, бір кезде есін жиып, Құдай тағала маңдайына сондай мықты болуды жазған болса, ол мықты болады. Саған әлсіз болуды жазған болса, сен әлсіз боласың. Әңгіме неде екен? Разы болуда екен да. Алланың берген ғұмырына, тағдырына, ризығына, барлық нәрсесіне разы болған уақытта ғана адамның жүрегі тыныштық табады. Құдай тағаланың тағдырына разы болмасаңыз, сіздің жүрегіңіз тынышталмайды ешқашан. Сен өйткені дүние деген тұрып атқан жоқ қой. Ана танысың пәленбай болып жатыр, мына танысың анандай болып жатыр, анау анандай жетістікке жетіп жатыр. Сен ішіңді тырнап өліп жатсың жаңағыдай. Неге ол мынандай, неге ол мынандай деп. Сөйтіп өзің тырнап ақыры өлтіресің құлдырап. Сол үшін Құдай тағала берді ма, ол үшін қуан. Және өзіңе берген нәрсеге разы бол. Бұл сол кезде көре алмаушылық деген нәрсе болмайды. Проблеманың негізі осыда да, көре алмаушылықта. Разы болмауда өзінің Құдай тағаланың берген тағдырына. Сол сияқты тағы да бір сипаттары, тағдырға разылық танытқан ізгі адамдардың өмірімен танысу. Тағдырға разылық танытқан ізгі адамдардың өмірімен танысу. Енді сол өмірде басына ауыртпашылық келген сәтте, бұл сынақтың менің басыма келуі Алла тағаланың өзінің жазғаны ғой деп қабылдау. Қандай сынақ келмесін. Сол болмасаң да ұқсап бақ деген сөз бар ғой. Сол себепті сол салихалы адамдай бола алмасаң да, сол салихалы адамдардың ғұмырымен танысып біліп, сондай басына келген сынақтарда олар қалай сол сынақтардан өтті. Сол нәрсемен танысуда не істейді? Адамға осы тағдырына разы болуға кеп соғады. Мысалға, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл алейхиссаламнан бір күн сұрайды. Яқуб пайғамбардың баласынан айырылады ғой, Юсуфтан. Юсуфтан айырылған кезде оған деген сағыныш сезімі қандай дәрежеде болды деп сұрайды. Жәбірейілден сұрап отыр ғой пайғамбарымыз. Яқуб ұлы Юсуфтан айырылған уақытта оған деген сағыныш дәрежесі қандай болды деген кезде Жәбірейіл алейхиссалам перзентін жоғалтқан 70 ананың сағынышындай болды дейді. Соншалықты дәрежеде Яқуб пайғамбар не істеді? Ұлын сағынды дейді. 70 ананың перзентін жоғалған 70 ананың сағынышындай болды дейді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам енді бұның сауабы қандай деп сұрайды ғой. Бұның сауабы қандай деп сұраған кезде Жәбірейіл алейхиссалам 100 шахидтің сауабы дейді. Өйткені ол Алла тағала жайында мүлден естіген жоқ, жаман ой ойлаған жоқ дейді. Баламды неге алып кеттің? Неге менің басыма осындай нәрсе келді? Яқуб алейхиссаламның Юсуф сүресінде сөз келеді ғой. Балалар келіп ақталып атады ғой, құдыққа тастап кеткен үлкен ұлдары. Юсуфты қасқыр жеді, бүйтті, сөйтті, біз ойнап жүредік, байқамай қалдық деген нәрсені айтып жатқан кезде Яқуб не істейді? Бұл басымда ұртпаңдаршы дейді. Маған енді керегі ұзақ сабыр керек дейді. Бұл бір ауыз сөзбен естеді. Құранда келеді ғой. Ұзақ сабыр керек дейді болды. Көркем және ұзақ сабыр керек дейді. Сол кезде сұрап отыр ғой енді, осының сауабы қандай дәреже дейтін болса, 100 шахидтің несін алады дейді? Сауабын алады дейді. Өйткені ол уақытта Яқуб алейхиссалам жаратушысы туралы ешқандай жаман ой оған кіріп шыққан жоқ дейді. Неге алдың деген нәрсе, ешқандай ондай нәрсе болған жоқ дейді. Сол сияқты Ханса деген әйел, жахилет дәуірінде Сахыр деген Мағауия деген екі бауыр қайтыс болады ғой. Сол қайтыс болған кезде неше түрлі жаңағыдай жоқтауларды, өлеңдерді айтып, жылап сөйтеді. Айтып, жылап неше түрлі жоқтауларды шығарады.
Содан кейін ол Алланың әйтеуір рахымымен бір күн не істейді? Исламды қабылдайды ғой. Исламға келеді, дінді қабылдайды. Сөйтіп Омардың халифалығының тұсында бір шайқастардың бірінде не істейді? Бір шайқаста 4 ұлы бірдей дүниеден өтеді. 4 ұлы бірдей бір сәтте бір шайқаста дүние салады. Сол кезде ол жаңағы бағана жахилет дәуіріндегідей жоқтау айтып, жыламай, енді ойлап көріңізші, бір сәтте 4 баладан айырылу деген масқара соққы ғой негізі адамға. Осындай дәрежеде не дейді? Менің ұлдарымның жанын надандық дәуірінде емес, мұсылман етіп алған Алла тағалаға мақтаулар болсын дейді, бір ауыз сөзбен. 4 ұлынан айырылып тұрған ана. Осындай кісілердің жаңағыдай өмір баянымен танысу, осы да не істейді? Сіздің тағдырға разы болуыңызға бұл да бір себеп болады. Бұл да не істейді? Бір себеп болады. Өйткені салихалы адамдар қалай осындай сынақтардан өтті екен дейтін болса, солай танысып білу арқылы білуіңізге де болады. Өйткені сіздің басыңыздағы сынақ міндетті түрде біреудің басынан өткен сынақ. Бұл айналып келе береді. Дүние алма кезек деген сол ғой. Бүгін біреудің басында болса, келесіде не істейді? Басқа адамның басында болады. Ары қарай сынақтың артында жақсылықтың, қайырдың бар екенін ұмытпау. Бұл да не істейді? Тағдырға разы болуға әкеп соғады. Қандай қиыншылық болмасын, қандай сынақ болмасын, ол сынақтың артында міндетті түрде не болады? Жақсылық болады. Өйткені Алла Тағала Құранда айтқандай, «Инна ма'ал усри юсра, фа инна ма'ал усри юсра». Расында әрбір қиындықтан кейін 2 еселенген жеңілдік бар дейді. Бағанағы айтқандай, бақыт, бақ, мансап, қуаныш, шаттық деген нәрсе тұрақсыз нәрсе. Сол сияқты қайғы, қасірет, сынақ, қиыншылық деген нәрсе де тұрақсыз. Уақыты келеді, өтеді. Дұрыс па? Бұл дүниенің өзі тұрақсыз. Ад-дуния мата, өткінші дүние. Бұның өзі тұрақсыз болып тұрған кезде, сонда сіздің өміріңіздегі проблема мәңгі болып кетпейді ғой. Мәңгі болып кетпейді. Қиыншылық келді ма? Не істеу керек, қалай қабылдау керек дейді? Бұның артынан әлбетте не істейді? Жеңілдік болады деп қабылдаған уақытта ғана адам өзі Құдай Тағаланың жазған тағдырына разы болады дейді. Разы болады дейді. Сол үшін құрметті жамаат, әр қайсымыз не істеуіміз керек? Анау түген екен, пәлен анандай екен, Құдай маған неге ананы бермеді, мынаны бермеді демей, Алла Тағаланың берген нәрселеріне разы болу керек екен да. Бар нәрсеңе қолыңда. Бар нәрсеңе разы болу керек. Біреулер әйтеуір жылап жатады, маған тек қана ұлым жоқ, қыздарым ғана бар деп. Біреуге вообще бала бермей жатыр ғой. Біреуге мүлдем бермей жатыр. Қыз жоқ, мен басқа қатын аламын деп жүреді біреулер. Жаңа ұлым жоқ, қатын тумайды деп. Біреуге мүлдем ұрпақ бермей жатыр. Жаңа пайғамбарымыз хадисінде айтты ғой, дүние тұрғысына келген кезде өзіңнен төмендегілерге қара дейді. Демек сен жаңағы ұлдарың болмай жатыр ма? Тіпті баласы, перзенті жоқ адамдарға қара. Сол кезде сабаңа түсесің, тәубеңе келесің. Аллаға шүкір екенмін ғой деп. Сол сияқты жаңағы біреу қандай да бір жетістікке жетіп жатса, оған көре алмаушылық танытпау. Бағана көре алмаушылық қайдан шығады деп енді естімей қалған кісілер бар ғой. Осы жерге тоқталып кетейік. Больной темамыз ғой осы, көре алмаушылық деген. Қайдан шығады дедік қой? Қайдан шығады дейтін болса, тағдырға разы болмаудан шығады екен. Неге анада бар, неге менде жоқ деген нәрсе. Мүмин тағдырға иман келтірген адам. Жақсылық та, жамандық та, қуаныш та, шаттық та, байлық та, кедейлік те, бақыт та Алладан деп иман келтірген адам. И ол соны солай қабылдайды. Разы болған күйде. Солай қабылдаған күйде ғана біздің не істейді? Мұсылманшылығымыз толық болады. Алла Тағала баршамызға естіген білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Өзінің жазған тағдырына разы болған пенделерінен болып өтуді Аллахым баршамызға нәсіп қылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк.